От бойымызды жылытып, өмірімізге қуат береді. Отсыз тіршілік жоқ. От жоқ болса, тамақ піспейді, үй жылымайды. Ал тамақ пішпей тоңып жүрсек, күш-қуатымыз болмай әлсірейміз. От деген сөзден отбасы, отағасы, отанасы деген ұғымдар шыққан. Оттың пайдасымен қатар зиянды да тұстары бар. Адамның ұқыпсыздығынан өмірімізге қауіпті төнетін сәттер де болады. От тілсіз жау. От қалай шығады, ол неден басталады? Осы сәттерге тоқтала кетейік. Алында отпалылар, істері кейде шалылар. Шырпы оттық сіріңкеге шама келсе боламаңдар. Әлем бәрін өзімде, күнбей ана сөзіне әуес болып, сіріңкеге сөйтіп қолын күйдірді. Аржан, Асма, қолы күйіп қалады. Себебі балалар лау баралар. Сіріңкеге қараңдар, өзі кішкентай болса да, бойында алып күші бар. Абай сіріңкемен ойнасақ, абайсызда өрт шығар, соны есте сақтаңдар. Кешір досым, қателестім, сіріңке ұстап көктемеспін, ата-ананың рұқсатынсыз сіріңкеге беттемеспін. Өртпен түтін айнала, қарап тұрма жай ғана, тез хабар бер 101-ге, уақытты сен байлама.